Сәлем балақай, бүгін сенімен жылдың 4 мезгілі болатын, соның ішіндегі қыс мезгілімен танысамыз. Қыс мезгілінде қандай өзгерістер болады, және де қыс мезгілі туралы түсінігімізді толықтырып, ойлай отырып, есте сақтау қабілетімізді арттыра түседі екенбіз. Мына суретке назар аударсаң, қыстың бір жақсы бейнесі бейнеленген. Қазір мен саған шағын бір әңгіме оқып беремін. Осы әңгіменің ішінде осы қыс жайлы айтылған екен. Сол әңгімені сен мұқият тыңдап, соны маған жақсылап өзің түсінгенің бойынша қайталап айтып бере ғой. Міне өзің көріп отырғандай, мына суретте де сол әңгіменің ішінде айтылып кетеді екен. Кәне тыңдайық. Қыс мезгілі. Қыс келді, айнала аппақ мамық қар жатыр. Өзенге қалың мұз қатты. Қыстың ауа райы суық, қыста боран соғады. Ал балалар қыста мәз-мәйрам болады. Олар қардан аққала жасайды, қармен атысады. Қыста балалар коньки, шаңғы тебеді. Шанамен қар үстінде сырғанап ойнайды. Олардың жүздері күлкіге толы. Олар сондай қуанышты сезімде болады. Аппақ қар адамзат баласына қуаныш, жаңалық, тазалық әкеледі екен. Қыста далада көп ойнаған денсаулыққа өте пайдалы. Қыс тамаша мезгіл екен. Міне өзің суретте көріп отырғандай, мәтіндегі айтылғанды түсінді деп ойлаймын. Сен де осы мәтінге қосатының бар болса, қосып, апайға айтып жібере ғой. Ал енді балақай, біз қыс туралы көп нәрсе білеміз, қысты өте жақсы көреміз. Қыстағы қызықты ойындар, тек қана ойнап қоймаймыз. Қыста бізде құстарымызға қамқорлық жасайды екенбіз, жан-жануарларға қамқорлық жасаймыз, ауыл жерлерде малдарын үйге ұстап, оларды жылы қораларға кіргізіп, соларға қамқорлық жасайды, балалар көбінесе ата-аналарына көмектеседі. Есіктің алдын қарын күрейді, соның өзі бір жақсы, керемет, адамға қуаныш сыйлайды, адамның денсаулығын жақсартады екен. Ал енді балақай, сабағымызды одан ары жалғастырайық. Кәне тілдік жаттығуларды жасап алайық. Ар, жапалақтап қар жауар. Ап, кидім қолға қолғап. Ла, балалар соқты аққала. Оз, көл бетіне қатты мұз. Осы буын ұйқастарды өзіңде үйден бірнеше рет қайталап тіліңді жаттықтырып жүр балақай. Келесі тапсырма, көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Міне, қыс туралы кішкентай ғана мәтін деп айтсақ болады. Сол жерде қалып қалған сөздерді астында керек сөздер ретінде жазылған, соны орнына қойып, маған жазып жібере ғой. Ал мен саған кішкене көмектесіп жіберейін бірінші сөйлемде. Қыс келді, айналаның бәрі әппақ. Дұрыс айтасың балақай. Кәне, ары қарай өзің жалғастыра ғой. Ал енді сен жұмбақ шешкенді өте ұнатасың, мен білемін. Ал мен саған қазір жұмбақ жасырамын. Сен сол жұмбақтың шешімін тауып көре ғой. Қыста ғана болады, ұстасаң қолың тоңады. Әрине бұл қар, Табанға қанжар байладым, бетіне айна ойнадым. Коньки, дұрыс таптың. Көлдің беті көк-әйнек, сырғанауға тым әйбәт. Мұз айдыны. Даңғыл жол етемін, тілгілеп аққарды, шақырап кетемін, қапталды шатқалды. Дұрыс таптың. Бұл шаңғы, шаңғымен. Мінсем төменге зу етемін, өрлесем оны өзім сүйретемін. Дұрыс. Әрине бұл шана. Біз шанамен
жоғарыдан сырғанаймыз, қайтарда өзіміз оны сүйрейміз, иә балақай? Жақсы таптың. Кәне балақай, келесі тапсырма кім тапқыр дейді, иә? Екі суреттегі айырмашылықты таба ғой. Міне, өзің көріп отырғандай, кішкене мен саған көмектесіп жіберейін. Иә, бірінші үстіңгі суреттен жерде қоян сурет тұрса, астында қалақтікі тұр екен, иә? Ал қалғанын өзің тауып, маған жазып жібере ғой балақай. Балақай, міне сабағымызды аяқталып келеді. Мен саған үй тапсырмасын беремін. Біз барлығымыз Абай атамыздың өлең жолдарын жатқа білуіміз керекпіз. Сол себептен саған бүгін үйге тапсырма Абай атамыздың Қыс деген өлеңі. Иә, бір ғана шумағы, соны жаттап маған айтып бере ғой. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Міне осылай жаттап маған айта ғой. Кәне балақай, енді тағы бір тапсырма, аққала суретін боя, немесе өзің ұнататын қыстың суретін салып маған жібере ғой. Жарайсың балақай, сен сабаққа бүгін өте жақсы қатысты деген ойдамын. Үй тапсырмаларын ойыңнан шығармай, Ләззат апайға салып жібер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол балақай.